Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге БЦЖ вакцинасы туралы ақпарат бермекшімін. Жалпы БЦЖ дегеніміз туберкулезге қарсы вакцина. БЦЖ вакцинасы алынды, бала ауырмайды деген сөз емес. БЦЖ вакцинасының мақсаты ол туберкулездің асқынуы, туберкулезде менингит деген бар. Міне, менингит ол бастың, мидың қабатының қабынуы. Міне ол туберкулезде менингитпен ауыратын болса, ол тіпті өлімге дейін алып келуі мүмкін. Сол аурудың алдын алады, яғни сол асқынудан қорғайды. Жалпы БЦЖ вакцинасы 2 рет алынады. Оның біріншісі сәби дүниеге келгенде роддомда 2-4 сутка аралығында салынатын болса, екіншісі бала мектепке барар алдында, яғни 6 жасында салынады. БЦЖ вакцинасы сол иыққа үшке бөлінген кезде иықты, соның жоғарғы және де ортаңғы бөлігінің шекарасына салынады, яғни сыртқы жағына салынады. Жалпы БЦЖ вакцинасын алғаннан кейін көп мамашалардан мынандай сұрақ туындайды. БЦЖ алған жер іріңдеп жатыр, қызарып жатыр, ісініп тұр, қызарып ісініп тұр дегендей көп мазалайтын сұрақтар келеді. Ол қалыпты нәрсе. Өйткені БЦЖ вакцинасын алғаннан кейін ол жерде ең бірінші папула пайда болады. Яғни ол қызарып, кішкене ісініп, қатыңқырап тұрады. Ол папула деп аталады. Ол 1,5-1 айында пайда болады. Сосын 2,5 айға қарай ол жерде пустула пайда болады. Яғни жаңағы папула іріңдеп пустула пайда болады. Одан кейін бала 3-4 айға жақындаған кезде ол жер қабыршақтанады. Қабыршақтанғаннан кейін 6 ай мен 1 жасының аралығында балада тыртық пайда болады. Мен БЦЖ салған жерде БЦЖ тыртық пайда болады. Бұл қалыпты нәрсе болып табылады. Сондықтан да ата-аналар, егер балаңызда, сәбиіңізде осындай нәрселер болып жатса, онда оған уайымдаудың қажеті жоқ, ол физиологиялық нәрсе. Енді БЦЖ вакцинасын алған балада, кейбір балаларда тыртық болмай қалады. Яғни тыртықты біз 1 жасында қараймыз. Егер 1 жасында балада тыртық болмаса, онда оның орнында А пигменті дақ болуы мүмкін. Яғни жарыққа жақсылап қарайтын болсақ, бір кішкене ғана 2-3 мм-ден тұратын дақ пайда болады. Бұл да қалыпты нәрсе. Ал егер де мүлде бұл дақ болмайтын болса, онда балаға БЦЖ вакцинасын қайта салу қажет. Яғни ол манту сынамасын салу арқылы ары қарай балаға БЦЖ вакцинасы салынады. Егер видео пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза кетіңіз.